көп адамдарда бір тамақ ішкеннен кейін, немесе бір пайдаланғаннан кейін, немесе дәрілік препараттарды қабылдағаннан кейін денесінде ашық түсті көпіршікті бөртпелер пайда болады денесінің әртүрлі аймағында. Және ол қышытады. Ол әрине аллергический крапивница, аллергиялық есек жем. Яғни организмге аллерген түскеннен кейін жалпы организмнің жауабы ретінде жалпы адамның денесінен көрініс береді. Осы аллергиялық бөртпелер мен жалпы инфекциялық бөртпелерді қалай ажыратамыз? Біріншіден, аллергиялық крапивница жалпы басып қараған кезінде жалпы теріде ол жоқ болып кетіп қайтадан пайда болады. Ал инфекциялық бөртпелер ол қанша жерден басып қарасаң да ол жоғалмайды, не исчезает. Ал екіншісі, аллергиялық бөртпелер міндетті түрде қатты қышытады ол шыққаннан кейін. Және ол адам бірдеңемен байланыстырады. Әсіресе тамақ ішіп болғаннан кейін болуы мүмкін, может бір салатпен байланысы болуы мүмкін. Иә, осы аллергиялық болсын. Сіз кафеден бір жерден тамақ іштіңіз. Тамақ ішіп болғаннан кейін үйге қайтып 2 сағаттың ішінде денеге бөртпелер шықты. Асқазанды шаям деп әуре болмаңыз. Ол қате. Өйткені ол ары қарай түрлі асқынулар, егерде анафилаксиялық жағдайлар болған жағдайда ол адамның асқазан шайғаннан кейін қан қысымы түсіп кетуі мүмкін. Давление біршама төмендейді. Ол өзіне қауіпті. Дәрігерге дейін көмекте. Бірінші, егерде активированный уголь болады. Мысалы, салмағына 10 килограммға бір таблетка. Мысалы, адам салмағы 70 килограмм болса, 7 таблетка береміз. Екіншісі, кішкентай балаларда болса, фенистил капля. Яғни салмағына байланысты суточный дозасы міндетті түрде дұрыс білу керек. Үлкен адамдарда әрине супрастин береміз. Егерде денесіндегі сол аллергиялық крапивница кетпей ары қарай асқынып бөртіп шығып жатса, жедел жәрдем бригадасын шақырғандарыңыз жөн. Өйткені ары қарай глюкокортикостероидтарды қолданады егерде. Видео ұнаған болса, лайк басып, жақындарыңызға жіберіңіздер.